Пойди мен сізді көрдім, қойшы. ше. Бүйтіп артқа қарасам шешіп жатыр екенсіз да. Короче, қысқасы, бүгін Зарина екеуміз бір-біріміз жайлы бүкіл шындықты білетін сияқтымыз. Қалай ойлайсыз? Сондай болайын деп тұрған. Өйткені біз дәл қазір детектор лжи деген нәрсеге келіп, получается, мына жерде екеуміз отырамыз қазір и бір-бірімізге сұрақ қоямыз. И мына жерде бізде мынандай кісі бар. Меня Гуджан зовут. Добрый день. Вот, осы кісі будет говорить, это правда или неправда, правильно? Так, да. Поэтому енді Зарина не дейміз, бізге сәттілік, ертең таныстық тоқтайды деп отпасын. Короче, анау компьютер арқылы сразу біз өтірік айтамыз ба, шын айтамыз ба, соның бәрі білінетін болады. Мына жерде мирас тұр. 3 камерамен бізді реакциямызды түсіретін болады. В общем, ауыр болайын деп тұр не болса да. Сұрақтарыңыз бар ма негізі? Қазір көреміз. Главное, 100% шындықты айтса болды. Әңгіп жатыр. На руки, да, будет надевать? Не только. На грудь, и на на грудь? руки, и на голову. Ауыр екен. Давайте. Я готов. Так что по полной программе. Так. Сейчас наденем. Ондай вот деп ойлаған жоқпын. Просто саусаққа ғана тағама деп ойлағанмын. Получается, это пульс, все пульс, да? Верхнее дыхание, Демаламай атпайын. нижнее дыхание. Мен басында бүйтіп ойлағанмын ғой, тексеріп көремін өтірік айтып деп. Ондай болмайтын сияқты ма, қалай өзі? Давлением қанша болып жатыр дегендегі аппарат па, да, давление? Не всем надевают. Енді тірілдеп тұр ғой. Потоотделение, микрочастицы пота. Я деп бересің ғой. Түсінбей жатсаң да я деп бересің. Летизмограмма. Работа сердца. Сердце, да? Ну это сердце, а вот это что? Это пот. Вот говорят, человека в пот бросает. Микрочастицы пота улавливают. Бля, уже напряжение чувствуете дегенсің, иә? Андай бар. Классно? Ал енді Зарина хан дайындап жатырық. Қазір көретін боламыз, мені қанша процент ұнататынын. Бәрін білетін уақыт келген сияқты. Татова осындай отношение болып жатыр ма бізге? Бірімізге сенбей, мына кісіге ақша төлеп, бірімізді кәдімгідей толық недоверие болып тұр ма? Осында қалай өзі? Жоқ, зато дальше бір-бірімізге сеніп жүретін боламыз. Иә? Әйтеуір мен жаңа жауап бердім, бәрі жазылды. Мына кісі монтировать етіп, біз қоя салатын боламыз. В общем, ауыр болып тұр. Ауыр сұрақтар болды, чуть болмағанда ұрысуға жаздық. Или ұрсамыз ба? По идее просто. Аппарат по-любому шындықты айтады ғой. Раз сөзді ұсталып қалып алып. Жоқ, енді басында мен кішкене бүйтіп подыграть еттім де, өтірік айтып, типа, тексерейін деген ғой, істеймін, ана кісіні ақшаға шақырып тұрып қой. Поэтому, ақталып жатсыз. менде де негізі болып тұр енді айтатын нәрсе, демей тұрып қой. Қойш, по-любому. Біртүрлі болып тұр мен. Ұнап тұрған жоқ жауаптар. Маған да ұнап тұрған жоқ негізі. Скоро полный выпуск шығады, көресіздер. Біраз нәрсе болды енді. Кішкене нервім ауырып тұр.